Ауғанстан десе бірінші кезекте нені ойлайсыз? Менің көз алдыма таулы аймақтағы лашықтар, қару ұстаған сарбаз, бетін тұмшалаған әйел келеді. Ауған жеріне саяхаттағанға дейін де солай еді, саяхаттап келгеннен кейін де өзгеріс болмады. Иә, қанша жерден қауіпсіз, халқы меймандос десек те, мұнда бізге жат түсінік көп. Кейбірін тіпті ұғу қиын. Кабулды бірнеше күн аралағаннан кейін Ауғанстанның басқа өңірлерінде тамашалап қайтуды ұйғардым. Әйгілі Бамян деген шаһар барын, онда Будданың үлкен мүсіндері болғанын бұрын бір жерден оқыған ем. Соны көрмек ниетпен жолға шықтым. Жанымда сіздерге бұрыннан таныс Фарид, Фауат және жаңа кейіпкер Хасан бар. Оның есімін қазақшалап Асан деп алдым. Бамянға барар жолда міне дөңгелегіміз жарылып қалды. Мынандай жерге кеп тоқтадық. Қазір енді көреміз, жөндеуге келе ма, келмей ма. Мынау жергілікті ТЖО-лар техника жөндеу орталығы. Байқасаңыздар, Ауғанстанның ақ байрағы тұр. Жас бала жүр мұнда. Жалпы Ауғанстанда көлік жөндеушілердің жағдайы соншалықты мәз болмаса да, қолында бар құралдармен өте көп іс тындыра алады дейді. Бұл жақта көлік жөндеушілердің беделі өте жақсы. Мынандай таудың етегіне тоқтадық. Бас көреміз. Мына балаларды көрдіңіздер ме? Дәл қазір олар суға келе жатыр. Бұл жерде су мәселесі бар дейді. Мен жанындағы жол серік жігіттер. Мына кішкентайлар сол үйіне су алып кету үшін Жанармай бекетіне келе жатыр. Осы жерде құбыр бар екен, содан су алады. Ақыры бекетке кеп қалған екенбіз. Жанармайдың бағасын көрейік. 60 бір ауғани. Ол біздегі 92-ші жанармай. Ауылдың балаларына шетелдік турист көру қызық болып жатыр. Бәрін түсіріп жатырмын, көрсетіп жатырмын, соған қарап, мынау не істеп жатыр дегендей. Есіктің жанына жиналып алған ғой кішкентай балалар деген. Мәссаған, мына екеуін қара. Суға келе жатыр. Дореже, ұлтарасы. Балаларды қуантайық дедік. Жаңа бәрі мені қаумалап, қоршап, жанында қызықтап тұрды ғой. Бәріне мынандай тәтті алдық. Мына балаға да берейік. Қарашы, кішкентай болып, су тасып жүр. Раша. Келіндер. Раша. Раша. Келіндер. Разы. Далара ванда, she was crying. Мына жақта бар екен. Біз балаларға тәтті таратып жатқан уақытта көлігімізде жөнделді. Кабул мен Бамян арасы алыс емес, шамамен 200 шақырым. Бірақ жол жағдайына байланысты қатынас та қиын. Таулы аймақта жылдамдық әлде қайда төмендейді. Ал енді табиғаты тамаша. Тастан тасқа соғылып сарқырап аққан өзен, таза ауа. Кабулмен салыстырғанда әжептәуір салқын. Сонымен біз Бамянға жақындап қалдық. Жолдың ең қызық бөлігіне жеттік. Теңіз деңгейінен 3500 метр биіктікте орналасқан асуда келе жатырмыз. Бұл жерді қыста қалың қар басады. Әдетте таксилер мұзда таймау үшін мұнда дөңгелектеріне шынжыр орап шығады. Ал жергілікті жұрт қыстай осы таудан түспеуге тырысады. Жаздай жинаған көкөністерін азық етіп үйлерінде жатады. Жалпы бұл өлкеде саяхаттау қауіпсіз, бірақ сонда да тексеру бекеттері көп. Шамамен әр 30-40 шақырымда бір бекет тұрады. Ондағы қызметкерлердің де сұрағы бірдей. Қай жақтансың, қайда жолға шықтың дейді. Егер көлікте шетелдік болса, оны міндетті түрде журналдарына тіркеп қояды. Мұның бәрі қауіпсіздік шарасы. Діттеген жерге 6 сағатта жеттік. Қонақ үйге қоныстанбас бұрын тарихи ескерткіштерді аралап шығуды ұйғардық. Бірінші кезекте Голголаға бардық. Бұл шаһар Шыңғысхан шапқыншылығы кезінде қиратылған деседі. Қазір орны үлкен үйінді болып тұр. Ертеден сақталған белгі ұшар басындағы мұнара. Бұл қаланың атауы Голгола.
Біз оны Айғай шаһар деп те атаймыз. 800 жыл бұрын Шыңғыс хан шапқыншылығы кезінде қарсылық танытқаны үшін қала толықтай қиратылды, ал адамдары қырғынға ұшырады. Ішін аралайық. Әлі де көнеден сақталған дүние көп. Биікке шықсақ, айналаға керемет көрініс ашылады. Енді Шыңғыс хан шапқыншылығы кезінде қиратылған қаланың саны көп қой. Бұл шаһарда солардың күнін кешкен, бірақ енді орны кәдімгідей сақталыпты. Мұнарасы тұр мына жақта. Кейбір нысандарды жергілікті билік туристер келеді деп қалпына келтірген екен. Мысалға, мынандай баспалдақ жасап қойыпты. Бір қарағанда әдемі, бірақ өте өкінішті әрі қайғылы көрініс. Бір кезде өркендеп тұрған шаһар бірнеше айдың ішінде жоқ болып кеткен. Халқымен бірге тарихтың қойнауына сіңіп, халқы түгелдей қырғынға ұшыраған. О, Фарид, не істеп жүрсің? Мен мына жерді зерттеп жүрмін. Көнеде адамдар осында тұрған, қазір іші топырақ. Бірақ тазаласа, астынан бір отбасы сиятын бөлме шығады. Мен ерекше әсер алып жатырмын. Олар мұнда қалай өмір сүрді екен? 800 жыл артқа шегінсек, жерде кәдімгідей қайнаған тіршілік, у-шу, базар, ары-бері ағылған халық, керуендер. Сол дүниенің бәрі қазір жоқ. Достар, саяхаттауды неден бастаған дұрыс деп сұрайтындар көп. Әрдайым берер жауабым бір: саяхат туған өлкені аралаудан басталады. Дәл қазір мен аталарым тұрған ауданда жүрмін. Айнала керемет, көз тоймайды. Ал енді сапар кезінде қаражатты қалай үнемдейміз? Ол үшін бәрін алдын ала жоспарлаңыз. Мысалы, әуе билеттерін арзанға алғыңыз келсе, Aviasales KZ жүйесін пайдаланыңыз. Бұл жүйеде ара-тұра түрлі жеңілдіктер жарияланып тұрады. Ал Telegram арнасына жазылсаңыз, барлық жаңалықты елден бұрын біліп отырасыз. Aviasales KZ арзан әуе билеттерін іздеу жүйесі. Тарих деген енді сол. Бүгін барсың, ертең жоқсың. Біреулер өркендейді, біреулер құлдырайды. Ол құлдырағанның орнына басқа біреу келеді. Олар да өркендеп, олар да құлдырайды. Мәңгі ештеңе жоқ бұл фәниде. Ары қарай айтай. Не айтарымды білмей қалдым ғой. Let's go деп жатыр. Жігіттер, let's go. Кеттік. Қаланың төбесіне де жақындап қалдық міне. Мұнара тура көз алдымда тұр. Көнеден сақталған мұнара екен. Әлі күнге дейін қасқайып тұр ғой бұлар. Тастар сөйлемейді. Сөйлеген болса, бәлкім бізге біраз әңгіме айтып берер ме де? Мен қатты шаршадым. Мына жерден әдемі көрініс ашылады. Кеттік көрейік. Айғай шаһар деген осы. Айнала өте әдемі. Голголадан түсіп, Будданың мүсіндерін көрейік дедік. Нақтырақ айтсақ, мүсін емес, солардан қалған орынға бардық. Бұл да адам қолымен қашалып, адам қолынан қираған ескерткіш. Биіктігі 55 және 37 метрді құраған екі алып мүсін 3-6 ғасыр аралығында салынған деген болжам бар. Алайда 2001 жылы тәліптер пұтқа табынушылардың жасағаны деп тас мүсіндерді жарып жібереді. Әлем жұртшылығы қарсылық білдіреді, бірақ олардың пікіріне ешкім құлақ аспайды. Қазір Бамияндағы Будданың мүсіндері қандай болғанын тек суреттен көре аламыз, ал орны таңдай қақтырады. Мәссаған, мына ғаламатты қараңыздаршы. Ғажап. Мынауын адам қолымен салынған дүние деуге сенбейсің ғой. Түшіме сыймай тұр, мына эмоция деген бар ғой, мынаны деген көзбен көру керек. Мынау ғаламат қой енді, ғаламат. Мұндай ғаламат дүниені мен өмірімде көрмегем. Бұл шамамен 3 ғасырда Будда монахтарының салғаны.
Ол шақта буддизм өркендеп тұрған. Олар басқа өлкеден келді. Мына жерді таңдаған себебі тауда алтын бар. Ал буддистер алтынды қастерлейді. Келушілердің саны көп болды. Бамян өлкесі салқын. Сондықтан олар тауға үй салуды жөн көрді. Ал мүсін құрылысын аяқтау үшін 2 буын алмасқан. Мына мүсіннің тұрпаты әйелге ұқсаған. Іш жақта бөлме бар. Монахтар сол бөлмеге кіріп, құдайына сыйынған. Мынау есік, мінекей кірсеңіз баспалдақ бар. Жоғарға көтерілуге болады. Ал жоғары қарай көтерілейік. Бұл жақта да көтерілуге болады екен. Төбеден қарайсың. Жоғары қарай 38 метр көтерілеміз. О, қараңғы. Баспалдақтар тік екен. Әдеттегідей осындай мұнараларды сондай болады өзі. Ай-бай. Матастың бәрін қалай ойған жартастарды. Түсінсем бермесін. Көтерілеміз түсуді айтсаңшы. Фарид, шаршама, жүр. Бол. Тоқтама. Охо. Қазір шаршап тұрмын, бірақ де. Төменге қарасаң басың айналады кәдімгі деймін. Адамдар кішкентай құмырсқа сияқты болып қалды төменде дегенше. Бұл қандай жер дерсіз? Мына бөлмеде осы жақтағы ең беделді адамдар отырған. Қалған монахтар осында келіп мінәжат еткен. Мынаны қараңыз. Әр тесікте Будданың кішкентай мүсіні. Бірақ қазір бәрі қиратылды. Оның тұрпаты мынандай еді. Міне, бұлай тұрған. Көрдіңіз бе? Мұсылмандар алдымен мүсіндердің бет әлпетін өшірді. Ал 2001 жылы тәліптер келіп, барлық мүсіннің астына бомба орнатып, жарып жіберді. Осының бәрін қиратуға 2 ай уақыт кеткен. Өйткені мүсіндер расында алып еді. Оларды бұзу оңай шаруа болған жоқ. Алдымен атқылап көрді, дым өнбеген соң мина орнатып жарды. Кейін тәліптер шегініп, басқа үкімет келгенде мүсіндерді қайта салуды жоспарлайды. Еврейлер мен қытайлар қалпына келтіру жұмысын бастаған. Алайда тәліптер қайта оралған соң, ол жұмыстар тоқтатылды. Күн батар шақта Бамян алқабы әдемілене түседі. Жартаста тұрып сондай ой түйдім. Жігіттердің сөзіне сенсек, бұл жақтың таңы тіпті керемет. Туристер жиі келетіндіктен қонақ үйде көп. Біз Будданың алып мүсініне қарама-қарсы тұрған біреуіне қоныстандық. Бағасы тәулігіне 4500 ауғани болды. Жағдайы Кабулдағы қонақ үйден еш кем емес. Ал таңда балконға шықсаң, расында ғажап көріністің куәсі боласың. Өкінішке қарай сүйсініп тұратын уақыт жоқ. Оянғанымыз сол, асымызды ше салып келесі нысанға аттандық. Жапан даланы шаңдатып, Бандамир ұлттық паркіне жеттік. Біздің Маңғыстауға ұқсайды екен жері. Қазір жылжынеке мына жерде бір кісілердің көлігі бұзылып қапты. Соларға көмектесейін деп жатырмыз. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Сен хей каралида, хубасти? Қазақстан. Казахстан. Казахстан. Ташаккур бисёр зиёд. Берам ана. Шудал тарағил ясайди мугзайта. Лар башы чакар бугу хей иншалла. Бұл кісінің не айтқанын түсінбедім, бірақ жақсы сөз айтқан сияқты. Тоғы өшіп қапты сол. Біздің машинеден тоғы алмақшы. Orta merbe, şit merbe. Kız aldı mı? Yekkemizge yenge. Bilgin benim, o жердің көркөй. Ал енді мына қызықты қараңыздар. Мына жаққа кәдімгідей киіз үй тігіп қойыпты. Баяғыда осы өңірдің адамдары мынадай үйлерде тұрған. Қойдың жүнін қырқып одан киіз жасайды. Киіз суық өткізбейді. Қазіргі күні мына киіз үйлер туристер үшін қойылған. Осында қонамын деушілер жалға алып, түнеп кете алады. Біздің тілде мұны хейма дейді. Қараңыздар. Бұл жақта да осылай киіз үйде тұрады екен адамдар. Afghanistan have very Ауғанстанда көшпелі салтты ұстанатындар көп.
Олар әсіресе оңтүстік өңірлерді, Қандағар, Фарах сияқты жерлерді мекен етеді. Олар орнын жыл мезгіліне қарай ауыстырып отырады. Жазда Бамиян сияқты салқын жерлерге келеді. Қыста оңтүстікке қайтады. Ал керек болса, мына жақта құрт сатылып жатыр. Кәдімгі құрт қой біздің. Дәмі де өзіміздің құрт қой. Оларға қазір құрт біздікі десең таласат шығар, қышқыл екен. Бандамер Гиндикуш тауында теңіз деңгейінен 3000 метр биікте орналасқан. Бұл Ауғанстандағы алғашқы ұлттық парк. Мұнда 7 көл бар. Суы тұщы, 6-сы көкпеңбек. Соған қарап ауғандар бұл жерді көк көл деп атап кеткен. Шөл далада жүйткіп келе жатқанда дәл осындай әдемілікті көремін деп ойламайсың. Туризмде жақсы дамыған екен. Келіп кетіп жатқан қонақ көп. Кішігірім базар жасап қойыпты. Қайыққа отырып көлдің ортасына дейін жетуге болады. Шомылып жатқандар да бар. Бәрі тамаша, табиғат керемет. Бірақ әйел адамдары аз, жоқ десе де болады. Еркектердің мынандай аққуға ұқсайтын қызылды жасылды сары көк қайықтарға отырып ап ары бері серуендегені, әйел адамдардың мүлде көрінбей жүруі, балалардың аздығы шыны керек біртүрлі көрініп тұр. Иә, табиғат тамаша, иә, адамдары қонақжай. Бірақ осы жайт кішкене адамға біртүрлі сезім сыйлайды. Ауылға аңсарымыз ауған қазақпыз ғой. Көккөлден қайтар жолда жігіттерге ауған ауылын көргім келет деген өтініш айттым. Олар Бамиян маңындағы әдемі елді мекендердің біріне ертіп апарды. Бірақ мұнда пуштундар емес, хазарлар тұрады екен. Деректерге сүйенсек, бұл Шыңғысхан шапқыншылығы кезінде осы өңірде қалып қойған сарбаздардың ұрпақтары. Түрі бізге келгенмен тілі парсыланған. Кабулдағы бірінші күнімде көшеде хазарларды көріп, мыналар қазақ емес пе екен деп үміттеніп қалғаным бар. Кейін үйреніп кеттім. Бірақ сонда да бүйрегің бұрып тұрады екен. Олардың түрлері қазаққа ұқсайды. Бірақ бұл хазарлар. Бамияында хазарлар көп тұрады. Түрлері қазаққа келеді. Сен сияқты. Әне, ауылды көрдің бе? Әр жотада бір үй. Менің есімім Эуазари. Қазір мен Бамиянда тұрам. Бірақ үйім Ғазни өлкесінде. Жасым 25-те. Бамиянда мен бір қауымдастықта жұмыс істеймін. Сен қазаққа ұқсайды екенсің. Мен бе? Иә, хазарлардың түрі қазақ, жапон, қытай, корейлерге де ұқсайды. Өзімнің бауырларымды көргенде қуанып кеттім ғой. Түрлері ұқсағанмен тілдері ұқсамайды екен. Жігіттер тағы да кел, қонақ бол деп жатыр. Кәдімгі қуанып қалдым. Хазарлардың әйелдері алқапта жұмыс істей береді. Ал пуштун әйелдеріне ондай рұқсат жоқ. Өйткені хазарлардың көзі ашық. Пуштундардың түсінігі мүлде бөлек. Хазарлардың әйелдері шаруашылықта, мектепте, емханада жұмыс істеп жүргенін көресіз. Пуштун әйелдері үйден шыға алмайды. Тек үйдегі жұмысты істеп, бала туып, сол баланы бағумен айналысады. Мынандай қызық жағдай, қараңыздар. Мен мына ауылдың ішін аралап жүрмін. Қазір өткеніміз бір 10 шақты үй ғана. Және қазір мына жақта тағы бір шамамен 500 метрден кейін тағы бір 5-6 үй тұр. Ана әр таудың басында бір үйден тұр. Мен сұраймын ғой енді мына жігіттерден. Бұл ауылда қанша адам тұрады деп, енді өзім 10 үйді көргеннен кейін шамамен бір 50 адам тұрады шығар деген ойым болды да. Бірақ сөйтсем, бұл ауылда 2000-ға жуық адам тұрады дейді да. Сөзін ол қалай десем, сөйтсем, бұл ауыл деген жайылып кеткен екен да. Бұл жақтың ауылдары бір жерде. Иә. Ауғанстан ауылдарының жағдайы қиын. Мысалы, қыста қалың қар түсіп, мына жол жабылады. Адамдар орталықта орналасқан ауруханаға жете алмай қалады. Мұнда мектепте, мұғалімдер де жоқ. Бірақ Алла бұйырса 2-3 жылдан кейін жағдай түзеледі деп үміттенемін. Үйлердің арасы алшақ болуының себебі мұнда картоп алқаптары бар. Бір ауылда 1000-нан астам адам тұрады. Бірақ бірі ана жотада, бірі мына жотада болғандықтан ауылдың үлкендігі байқалмайды. Мына жақтың табиғаты тамаша екен. Өз басым біздің Алатауға ұқсаттым. Ағып жатқан бұлақтар, тау,
өте әдемі. Судың дауысының өзі адамның жанын тыныштандырады. Ана жақтарда не? Әр төбеде бір үй тұр ғой. Қысты күні бұл адамдар үйден шықпайды дейді. Сол жатады екен үйлерінде. Тек осылай қар ерігеннен кейін ғана қызу тіршілік басталады. Таулаймақ ауылым Тоғызбақты еске түсірді. Бір уақыт туған жерде жүргендей болдым. Байқағаным, ауғандар үйлерін қамал сияқты салады екен. Кей дуалдардың биіктігі 3-4 метрден асады. Кей жігіттер бұл біз үшін қалыпты жағдай деп қысқа қайырды. Мен ұзақ жылдарға созылған соғыстың әсері шығар деп түйдім. Бұл саяхаттайым. Менің осымен Бамян өлкесіне жасаған сапарым аяқталды. Сау болыңыздар. Келесі шығарылымда кездескенше арнамызға жазылыңыздар, лүпіл басуды ұмытпаңыздар және видеоны таратыңыздар. Рахмет.